арнамызды дамытып, маған тіркеліп кетіңіздер. Күнделікті жүректегі мұз сериалдарын қазақша озвучкасын шығарып отырамын. Шынсылантыр өлетім, тақсин келеді. Сәметке 3 сағатта үйде босатындар дейді. Кенеттен көмектесіңдер деген айқайлаған дауыс естіледі. Барып қараса, Эсма өз-өзіне қолын ұстайды. Жихан мен Мелек екеуі ауруханаға келеді. Дәрігер барлығы дұрыс бүпейенде дейді. Балаларын жынысын білгілерін келеме дейді. Жоқ, бізге тосынсый болсын дейді. Жихан баласының жүрек соғысын естиді. Көңілі босап жылайды. Беньямин мен Нихаят ханым больницаға Эсманы әкеліп жатады. Ол аман қалады. Жихан мен Эсма сөйлеседі. Ол 2 қабат екенін айтады. Ал ол кезде Асад басқа қызбен кездесіп отырады. Сол кезде Эсманың інісі кафеге Асадтың артынан келеді. Оны лестницадан итеріп жүреді. Асад ауруханаға түседі. Жиханға Сумру звондайды, айтады. Асадтың больницаға түскенін. Ауруханада барлығы бір-бірімен ұрсып жатады. Сумру келіп. Нихаят пен Хикмет екеуі ұрсады. Және Нихаят Хикметтің бетінен шапалақпен ұрып жібереді. Сол кезде Жихан барлығын ажыратып, Хикметті қуып жібереді. Операция жақсы өтеді, Асад тірі қалады. Одан кейін барлығы Хикметтің қалай шапалақ жегенін айтып, күліп тұрады. Эсманың інісін іздеп тауып алады. Харика келіп, Эсмаға тиіседі. Жихан келіп бөгет болады. Ол Асадты сенің үнін етеді. Сендер кінәлісіңдер деді. Эсманың інісімен сөйлесіп отырады. Бала қорқып қалған, ешнәрсе деп айта алмайды. Содан кейін Жиханға звондап, мен інісін тауып алдым. Эсмамен сөйлес дейді. Сол кезде Жихан Эсманың інісімен сөйлестіреді. Сумру Асадпен сөйлесуге келеді. Асад қатты ашуына тидім. Анасына мен сенің қатты ашуына тидім. Мені кешір дейді. Сумру, мен сендерсіз өмір сүре алмаймын дейді. Сумру сыртқа шығады. Сыртқа шықса Тахсин әлі күтіп тұрады. Асад есін жиды. Мен қатты қуаныштымын дейді. Жихан мен Мелек жолдан тығылып сөйлесіп кездесіп жүреді. Жихан мен Севилай. Сол кезде Жихан Мелектен сұрайды. Мен сенімен сөйлесу үшін Тахсин мырзамен ба, әлде Нухпен сөйлесемін ба дейді. Мелек күледі. Екеуі бәріне айтамыз дейді. Мелек пен Нух Севилайды көріп қашып кетеді. Біз не үшін қашып жүрміз деп күледі. Мелек Тахсин ағасымен сөйлесуге келеді. Мен Жиханмен сөйлесіп жүрмін. Соғыстың барлығы бітсеші дейді. Тахсин ашуланады. Бірақ Мелекті түсініп, сен дұрыс айтасың. Біз жау болғанымызды қоюымыз керек еді. Сумруды шақырып сұрайды. Барлығы бітсін бе, бітірейін ба деп сұрайды. Тахсин содан кейін мен оларға бір шарт қоямын дейді. Сәмет сенмен ажырасу керек еді. Олар Нух пен Севилайды шақырады. Стол басында Тахсин, біз жалғасқанымызды қоюымыз керек еді. Нух ашу. Жихан үйіне келеді. Барлығын жинайды. Барлығына біз жалғасқанымызды қоюымыз керек. Олардың шарттары бар. Сумру мен әкеміз ажырасу керек. Содан кейін жалғасқанымызды қоямыз дейді. Әкесі келіспейді. Жихан, барлығы менің айтқанымдай болады. Біз жалғаспаймыз дейді. Барлығын мен айтқанды жасайсыңдар дейді. Одан кейін Тахсин бізге үйді қайтарып береді дейді. Ертесі күні Жихан, Тахсин, Нух, Сәмет кездеседі. Олар ажырасуға қол ойдатып алады. Және қол алсады. Барлығы кешке отырысқа дайындалып жүреді. Кешке екі әулет кездесуге келеді. Барлығы Тахсинді күтіп отырады. Беньямин мен Жананда келеді. Кенеттен Нухқа телефон соғылады. Оның адамдары Тахсинді атып кетті дейді. Барлығы таңырқап